Дорогие партнеры компании «Гепи», поздравляю вас с сегодняшним днем. 9-летие компании — это только начало. Мы начинаем творить историю. Мы, если сегодня сами зажжемся, завтра зажжем других. Значит, что нам надо делать? Значит, нам надо только действовать. Әрекет дейді ғой, иә? Әрекет. Мен міне, өзімнің кішігірім историямды айтып кетейін. Мен бұрынғы камазистпін, 18 летним стажем КамАЗ. Я вел, вот до меня выходили, да, таможенная служба, Айнура Хамитова вышла, врач, Ләззат ханым шықты, біздің наставниктеріміз бухгалтер, енді үлкен мамандықтардың иесі. А мен простой камазистпін и из простой семьи. Мен естедім, именно мені осы бизнес алып келген ең бірінші очередь жоқшылық. Тойға шақырса, парақсыбас дейді. Не парақсыбайды? Жаңа Ләззат ханым айтып кетті. Аяғым 39 размер, 37 размер туфли кидім дейді. Ал попробуйте 37 размермен туфлимен тойға барып көріңіздер. Не билей алмайсыздар, не күле алмайсыздар. Дүниенің кеңдігін қайтейін дейді, аяқ киімің тар болса дейді. Дүние кең болғаны керек емес, аяқ киімің тар болса. Удобно болған кезде ғана бізге бәрі жақсы. Мен міне Ерлан ағама үлкен алғыс айтамын. Мен сіздерді қазір бірдеңеге үйретейін деп тұрған жоқпын достар. Мен просто өзімнің басынан өткен историяны айтайын. Мен 3 КамАЗымды сатып, клуб аштым. Логистический компания. И сол жерде банкрот болдым. Жаңа 3 КамАЗ емес, енді менде 3 тал ешек те жоқ зарабатывать ететін мысалға. Енді не істеймін? Европаға жұмысқа кетемін деп жүрген кезде TikTok арқылы осы Ерлан ағамен Болат Аматаев деген жоғарғы наставнигімен 40 минуттық ролик көрдім. 40 минуттық ролигін, сол ролик айтты. Ерлан аға Болат ағадан сұрапты: Болат, ты за 5 лет сколько кредитов закрыл дейді? Более 20 миллионов с 15 банков. А мне это больная тема, кредит закрыт. У меня 250 тысяч тенге кредит и без работы. Я уже машину продаю, вот, например, 40 продал за 5 миллионов, да? Поехал в Кыргызстан, подешевле кому этот машину купил, а остальные кредит закрыл. И если чуть-чуть кредитен жауып опять выкручивался, да? Сол кезде мен мына компанияны тапқан кезде здесь деньги есть, ақша бар, мен мына компанияға бару керекпін, сөйлесу керекпін. Тогда толком не знал телефон шапка, профиль деген білмеген. Если честно, это не знал. А мен дегенде таптым шапка профильді, дозвонился, қалай таптым? Зумды тауып алдым мына кісілердің. Зум болып отқан, зумға кіріп аламын да, әрең дегенде дауысын аша алмай жүрген кісілер бар ма? Зумға кіріп алып, дауысының видеосын аша алмай жүрген. Тура сондай болған. Дауысының өзін ана зумның жарқысына дейін әрең аштым. Еще аша салдым да айттым, маған сіздердің телефон номерларыңыз керек, мен сіздердің компанияларыңызға барғым келеді дедім. Бүкіл көптер аға тұрып та, сіз кім арқылы келдіңіз? Какой-то Ерлан деген бір кісінің TikTok-ын көрдім. Сол кісіге звонда дейді, номері жоқ, сол жерде диктап етіп, мен жазып алдым. Сол кезде звонса, бұл кісіде зумда отыр екен. Ертең кездесейік онда жүрді, осы алматыда кездесіп, мен содан бері 2,5 жыл уақыт өтті. Енді мен сіздерге бұл жерде төрдің бастауы баспалдақ дейді. Анау арт жағына келген адам, бүгін келген адам сразу мына жерге шыға салмайды. Өзінің бір определенный нелер бар, істейтін істер бар. Енді мен не істедім? Бұл жерге келген кезде ең бірінші мен наставникіме рахмет айтамын, бұл бизнесті түсінбей жүрген кезде мені группаға қосып қойғанмын. Кәдімгі чат, WhatsApp чатқа қосып қойғанмын. И бұл жерде күнде поздравляю. Поздравляю. С бонусом жизни 2 на 2 дейді. Поздравляю, с бонусом 3 на 3. Я не понимаю, мен түсініп тұрған жоқпын бизнес не екен. Күнде поздравление. И содан кейін анау қазақтың мынандай сөз бар, жыламаған балаға еншек жоқ дейінші. Мен сұрайыншы, Ерлан ағадан, ұятқа болса да, звоногымды айттым, Ерлан аға дедім, мына күнде неге поздравление дедім, деп түсінбей жатырмын. Содан кейін немене дейді, 2 дегенде, 3 дегенде, сен әлі түсінбедің бе? Мен саған бірінші кездескенде 2 сағат отырып соны түсіндірдім бе дейді. 2 сағат отырып оказывается, мен түсінбаған маркетинг түсіндірген екен, мен вроде понял, бірақ да түсінген жоқпын, кете алған. Ал енді мен сол кезде айтқан кезде Ерлан айтты, талғат келді деді. Консультация дегенді кім біледі? Консультация. Ақылшы дейді ғой, білесіздер ме? Кім наставникіне консультацияға барып жүр?
айына қайта бірлесіп барып жүрсе ма, оның ішінде сіздерге рост обязательно болады. Кім консультацияға бармайды, наставнигі, значит, рост болмайды. Өзінің білімі жеткен жерде жүрміз, мысалға. Өзіміздің біліміміз, мен мысалға осы компанияға келгенде ғана менде рост 2 жарым жылдың ішінде жаңа айтмайды, Айша әкеліп айтты, мен бұрын Айша емеспін дейді да, мен де таңертең тұрғанымда айнаға қараймын, мен мынау айна болатын болса, мен айнаға бүйтіп плотно қарап тұрмын да, Талғат, ты красавчик. Ты красавчик. Сенің красавчик жасаласың. Күнде мотивировать жаңа кім айтты? Ләззат таңертең, күнде таңертең шашын былай тұрсам, мен бағадан сатамын. Әуелі Аллаға рахмет. Мен Аллаға рахмет айтамын. Бүгін Алла тағала бізді осы жерге жинап отырғызбайды. Бір-бірімізге осындай ақпарат беріп отыр. Шын айтамын, мен сіздерге үйретейін деп тұрған жоқпын. Өзімнің басымнан өткен историяны мына көрдім. Соңғы кезде Ерлан аға маған 5-5 деген сызып үйге келдім. Сол күні жарты сағаттан кейін келдім мен жаңағы бестерді түсінбедім, мысалы үйге келдім. Жарты сағаттың ішінде келдім. Жаяу, автобус жоқ, машина жоқ. Келдім, айшықтар маған 2-2-ні сызды, 3-3-ті сызды, и получилось штраф отырған $100, $300, $500, $700 деп отыр. 5 на 5 сыз берді, айшықтарға сызды. Мен айттым, ақырына 5 на 5 алып кетсем болғаны деп, айшықтарды алып кетсем болғаны деп. Бұл кісі тұрады, конечно, болады. Еще мен анам майстермен түп-түзу күйінде алып келдім. Майстермен алып келдім. Стенада спортшпен жатып қойдым. Күнде таңертең айнаға қараймын. Талғат, ты молодец, ты красавчик, сделай. Кистанайын. Маған отыз адам керек. Я это сделаю, я это сделаю, я это сделаю. Күнде олар айналайын. Сол айда 5 шаттым. Сол кездесімде мен тоқтатпай істегеннің арқасында міне мен сахнада тұрмын. Әуелі Аллаға рахмет. Содан кейін мына жетекшілерге рахмет. Біздің дәрежеміз. Біздің білімімізге байланысты болатын болса, қазір мысалға өзі біліп жүрген кісілер бар, не өспейді. Өйткені дәрежені мұның ақыл кәдімгі растение. Біздің ақылымыз кәдімгі растение. Если будешь поливать, жаңа айтты ғой, жақсы удобрениемен поливать ететін болса, ол жақсы жеміс береді. А если поливать етпесе, жаңа Айнұр айтты, бізге арамшөпке поливать ететін, арамшөп біз-ақ осы. А біз арамшөпті қайдан аламыз? Мысалға қазір бесполезный роликтер бар TikTok'та. Если просто отыратын болсаңыз, 1 сағат, 2 сағат уақытыңызды Құдай тағала бізге байғара кедейге 24 сағат уақыт берді. Бәрімізге бірдей 44 мың емес тәулігіне демалуға мұрша берді тазалаумен. Бірақ біреуіміз темекімен ластап жүрміз жаңағы 44 мың рез ауаны, біреуіміз бесполезный ролик көріп жатырмыз, біреуіміз бесполезный өсиеттерді айтып, не істеп жатырмыз, уақытымызды кетіріп жатырмыз. Лучше осы жерге таза, осы жерден бизнес жасаймын, адамдарға көмектесемін, байқап өмір сүремін, жақсы өмірді өзім ғана сүремін, бүкіл туғандарға өмір сүргіземін, жақсы өмірді. Мен өзімнің тұқымымда, если долларовый миллионер болмаса, значит, мен долларовый миллионер деген мақсатты қойған адаммын. Долларовый миллионер, өзімнің тұқымымда алғашқы долларовый миллионер болатын соң, артымнан, менің артымнан бүкіл туысқандарым да долларовый миллионер болмаса да өмірлерін міндетті түрде жақсы жаққа өзгертеді деген сенімдемін. Өйткені қазір мен фуилтапсты өте қатты продвигать етіп жатқанымыз, өйткені мен оған қатты сенемін. Қатты сенемін, өйткені сол фуилтапспен мен $1 миллион қалай табу керектігін бәрін есептеп сызып жазып қойдым. Если сіздерде $1 миллион тапқыларыңыз келсе, өздеріңіз наставниктерге алып жетіңіздер. Мен Ерлан ағаға звонимын. Ерлан аға, мына жер болмай жатыр. Ерлан аға, наставник деген кім? Наставник деген бізге Құдай тағаланың берген адамы. Если біз осы наставникті дұрыс қабылдасақ, біз өсеміз. Бүйтіп жүретін болсақ. Мен ана кісіге кіріп, біле саған келген керек. Ана кісі мені өсірмей жатыр дейтін болсақ, тура айтпай өспейсіздер. Неге? Өйткені мен ана кісіні жақсы көру міндетті емеспін, бірақ мен партнерыма ана кісіні жақсы көрсетуге міндеттімін. Өсуім үшін, ол өсуім үшін. Партнер айтатын болса, менің Ерлан ағам бірдеңе қандай. Ол действительно айтылмайды. Действительно мына кісі, мен бұл кісіні менің партнерым ертең бірінші естігісі келеді, содан кейін көргісі келеді. Сол кезде Ерлан ағаның келіп алдына келіп тыңдап тұрған кезде, не істейді Ерлан аға деп сұраған кезде, Ерлан аға бір ауыз сөз айтады. Істемейді. Ол ана кісі алады, тоқтан істемейді. Біз мың рет айтамыз, істемейді. Мына кісі бір рет айтамыз, істеп жібереді.
Ол ненің арқасы? Ол построениенің арқасы. Біз наставниемізге дұрыс қайта промоушен береміз, дұрыс построение береміз, сол кезде бизнестарымыз жеңіл жүреді. Жеңіл бизнес. Вообще қиналатын бизнес емес. Товар бүткіліп сатып жүрсіздер ме? Жоқ. Менің КамАЗым қазір міне мынау. Өздеріңіз сеніңіздер сенбейтін болсаңыз айнаға қарап тұрып, просто жаңағы тренировканы жасаңыздар. Өйткені менің ішімнен кішкентай балалар айнаның алдынан жүгіріп шығады да, айтады да. Жылап тұрып айтып отыр да, баяғыда сөйтпедің бе балалар? Неге баяғыдан бері сөйтпедің дейді? Неге біздің санамызға құлдық сезімі келді, бір күн жұмыс істемесең ашып аласың дейді. Қазір тиктокта да жазады маған, бауырым бар, бір жұмыс істесейші деп айтады да. Мен сіз не істеп жатсыз ба? Құдай ау. Біз өзіміз жұмыс істемесек те, елге ақша таптырып үйретіп жатырмыз ғой, дұрыс па? Зато мен бұрын талап емеспін, бұрын зарплатта жұмыс істеп жүрген талап емеспін. Мен КамАЗ болған кезде 3 миллионнан ақша таптым, бір кез ресторанға барып тамақ ішіп кеттім, мен шетелге бармаппын. Ал осы компанияның 2 жарым жыл жүрмін, уже шетелдерге барып жүрмін, уже ресторандарда тамақ ішіп жүрмін. Значит, бізге өзгеріс бар ма? Машина сатамыз жүрмін. Я просто время мы ограничивали, да? Просто когда он купил машину, я говорю, если что ли пошел Алмат, я говорю, что ты машиной не будешь? Ну, ты же должен, эта машина должна тебя отработать и тебе прибыль принести. И он начал записывать ролики по фундамсу, когда залетели его ролики. Вот, я говорю, теперь у тебя есть уже направление в $1 миллион. Поэтому пользуйтесь каждой ситуацией, каждым продуктом, даже своим диагнозом пользуйтесь. Сейчас, кстати, у меня супруга тоже классно продвигает свой тапс. Ребята, сейчас я бы хотел пригласить всех спикеров сюда, которые со мной выступили. Асем Садыкова, Айнура Хамитова, Назад Басмамбетова. Вот, ребята, я просто хочу сказать, если вы будете повторять те действия, которые они приняли, у каждого своя история жизни. И вот эти истории, они зажигают, это практика, ребята. Люди эти практики. Вот. Асема приняла решение. Я думаю, каждый, даже если вы уже 2 года подписаны, я знаю, иногда напишут на TikTok. Я с 18 года, я знаю этот продукт, с 17 года, но я никакой статус не закрыл. Почему? Потому что не было принято решение. Прицепились к этой работе, к этой профессии своей, где-то работаете, да? Были по-другому, что он заглядывает вперед. Позвонить своим наставникам. Я приняла, я думаю, каждый может сегодня принять решение. Я по-другому буду строить бизнес. Я буду открывать просто с гектаром, буду делать для того, чтобы меня люди уважали, чтобы я сам себя зауважал как товару. Айнура, да, тема. Ребята, это обучение. Мы здесь профессионал сейчас, смотрите, сколько профессий преодолели. Пожалуйста, да, обучайтесь. Сейчас мы все, я сказал, все это не можем. Но сейчас благо, интернет есть, YouTube есть, Инстаграм есть, TikTok есть. Заходите в гости в ТикТоке, вы много знаний там получите. Потом действия, да? Они все эти этапы и приняли решение, и обучались, и действуют, пожалуйста, на действие. Даже если ничего не знаете, можете с конца начать, со своих действий. Ничего не зная, просто запрыгнуть в этот бассейн, да? С маленьких действий. Вы, в принципе, уже первое действие сегодня уже есть, да? И действительно дальше как развиваться. Видеть другие цели, да? Консультация с наставником – это очень важно, потому что то, что вы не видите, если вы поднимаетесь на гору, оказывается, надо спрашивать не у того человека, который еще на гору никогда не поднимался. Да, и он говорит, ой, там опасно, туда-сюда. А с того, тот человек, который если спускается туда, холодёк, спускаешь так, да? Как пройти? Вот тут у нас водопад, как это называется, хоббита, да? Мы туда идем и говорим, правильно так вы там будете стоять, как на спарками, свободными лесников этих транспортных. Вы как пройти? Вот так идете, вот так повернете, туда пройдете, вот там совсем рядом. То есть люди, которые знают этот путь, поэтому ваши наставники этот путь знают. Ребята, я вам желаю
их-нибудь здесь пройти и появиться даже еще больше. И давайте им от души помочь. В самом начале я сказал о мечте.